Баршаңызға сәлем, сіздермен жадыра. Бүгін сіздерге осындай өте жұмсақ әрі дәмді болып пісетін синнабонның жасалу жолын көрсеткім келіп тұр. Жасалу жолы өте оп-оңай. Егер қызық болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қамырын дайындау үшін ең алдымен 1 стакан жылы су, 1 стакан жылы сүт қажет. Оның үстіне ерітілген сары майымызды құямыз. Оның үстіне жарты шай кесе қант, яғни шамамен 140-150 граммдай қантымыз саламыз. Жақсылап араластырып, тұз себеміз, 1 ас қасық ашытқы себеміз және оның үстіне 1 жұмыртқамызды жарып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді керегінше ұн салып, жұмсақ етіп қамыр елейміз. Мен осылай әуелі венчикпен, артынша қолмен елеймін. Мінекей осындай жұмсақ болып шығады. Енді бетін жауып жылы жерге шамамен 1,5-2 сағатқа жақсылап көтерілгенше қойып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз осындай әп-әдемі болып көтерілді. Енді қамырымызды ұнды себе отырып, 4 бұрышты етіп, жайып аламыз. Шамамен қалыңдығын 1 сантиметр етеміз. Құрметті достар, егер де менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыз, тіркеле кетіңіз, әрі қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Менің жаңадан шыққан видеоларымды жоғалтып алмаңыз. Және де осы видео ұнап жатқан болса, лайк басып пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар. Мінекей қамырымызды 4 бұрышты етіп жайып алдым. Оның үстіне ерітілген сары майды осылай әдемілеп барлық жеріне бірдей етіп жағып шығамын. Және оның үстіне корица мен қантты араластырып, барлық жеріне сеуіп шығатын боламын. Біздің корица мен қантты сеуіп болғаннан кейін, дәл осы видеодағыдай етіп, арасын нығызға ораймын. Одан кейін осы біздің қамырымызды кәдімгі қарапайым жіппен дәл видеодағыдай етіп бөлемін. Сол кезде біздің қамырымыз тегіс кесілетін болады. Енді осы кесілген бөлікті противенің үстіне пергамент қағазын төсеп, барлығын қойып шығамыз. Және алдын ала қызып тұрған пеште 150 немесе 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Яғни өзіңіздің пешіңіздің ыңғайына қарай қоясыз. Мінекей синнабон пісті. Ыстық күйінде үстіне крем жағатын боламыз. Мен крем үшін қаймақ пен қант ұнтағын пайдаландым, яғни екеуін араластырып, осылай үстіне жағып шықтым. Не себепті ыстық күйінде жағамыз? Себебі бізде ыстық күйінде үстіне жағатын болсақ, крем біздің бөлкеміздің үстіне сіңіп, жұмсақ ететін болады. Мен сәндік үшін осылай үстіне мак септім. Сіздер шоколад қойсаңыздар да болады, немесе ештеңені пайдаланбай қойсаңыздар да болады. Барлығы өз қалауларыңыз бойынша. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай жасау жолы өте оп-оңай, әрі жұмсақ болады, дәмі де керемет. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.